Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен бірге мен Бауыржан. Сіз графиктің деңгейлеріңізді бір сәтте тоқтамай тесіп өтетін алып, әдетте тыс ұзын шамдарды байқаған кездеріңіз болды ма? Bir қарағанда баға жай ғана көкке ұшып кеткендей көрінеді. Енді ешқашан кері қайтпайтын сияқты болады. Бірақ уақыт өте келе график тура магнит тартқанда дәл сол бос аймаққа қайта оралады. Бұл кездейсоқ емес, бұл құбылыс имбаланс деп аталады. Және бұл институциалдық трейдерлердің нағыз жасырын белгісі. Ірі ойыншы, мысалға хедж-қор, нарық бір секундта ішінде орасан көлемде ақша құйғанда, сатып алушылар мен сатушылардың арасында қатты теңсіздік пайда болады. Графикте шағын трейдерлер саудаға қатысып үлгермеген бос аймаққа қалып қояды. Ал биржаның басты ережесінде мынандай баға әрқашанда сол бос кеңістікке толтырып, тепе-теңдікті қалпына келтіру үшін қайта оралады. Егер сіз имбалансты таба білсеңіз, онда өте үлкен артықшылыққа ие боласыз. Себебі бағаның қай жерге келетінінің 90%-ға жоғарғы ықтималдығы алдын ала дайын болады. Дәл қазір мен сізге осындай аймақтарды пайдамен фиксациялауды арналған мінсіз әрі қауіпсіз мақсаттар ретінде қолдануды үйретемін. Осындай нарық тиімсіздіктерін таба білуі бұл сізге тұрақты түрде плюсқа шығуға көмектеседі. Енді бірден графиктерге көшеміз. Мен сіздерге имбалансты көзбен қалай табуға болатынын көрсететін боламын. Назарларыңыз осы менің экранымда болсын. Ал енді кеттік. Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі таңда қарастыратын сабақ ол имбаланс тақырыбы. Имбаланс тақырыбына көрсететін болсам, қазір белгілі бір валютный параны ашайық. Нарықтағы, биткойннан бастайық. Қарап отырсаңыздар, бізде имбаланс дегеніміз ол белгілі бір осы біз нарықтағы сатушылар мен сатып алушылардың кезіндегі соғыс десем де болады. Соғыстың арасындағы мысалға сатып алушылар көп болғаннан кейін бізде осындай ұзын бір свеча пайда болады. Сатып алушылар кезінде көріп отырсаңыздар, мысалы жасыл ұзын свеча. Не тағы да. Ал сатушылардың саны көп болған кезде бізде осындай қызыл свечалар пайда болады, шамдар. Бұлардың сіздерге логикасын түсіндіре кетейін. Основном қарастыратын мәселе бұл жерде имбаланс пайда болған кезде, мысалы мынандай свеча пайда болған кезде бұл бізге нені білдіреді? Мысалы нарықта көбінесе адамдар тиімді бағамен сатып алып, соны тиімді бағамен сату. Дұрыс па? Дұрыс. Мысалы мына жерде алайық. Мысалы мына жерде осы жердегі бір адам нарыққа кіретін кезде, осы жерде өзіне тиімді бір бағаны көріп тұр. Ол адам, мысалға осы жерде биткойн, 100 биткойнды сатып алуға келдік дейік. 100 биткойнды сатып алған кезде, бірақ та мына жерде ордер на продажу, примерно 30 немесе 40 биткойн бар деп есептейік. Ол 30, мысалы 100 биткойн сатып алуға келді. Бірақ нарықта 30 немесе де 40 биткойн арасында продажаға тұр. Қалған 40 биткойн, яғни қалған 60 биткойн, осы жерде нарықта ол ордерда тұр ғой, ордерда тұрған 100 биткойнның тек қана 30-40 ғана нарықта сатып алды. Сатып алғаннан кейін ол баға өсуге кетті. Себебі ол нарықтағы осы бағамен, тиімді бағамен сатып алған кезде, рынокта биткойн азайған кезде, спрос көбейген кезде нарықтың бағасы өседі, дұрыс па? Дұрыс. Ол көтеріліп бара жатқан кезде көтерілді, бағаны тым көтеріп жерді. Көтеріп жүргеннен кейін осы нарықтағы ішіндегі сатып алушы адам қалған 60 биткойнды, яғни да мына жерде қанша, мысалы 65 мың доллардан сатып алды, мысалға 30-40 биткойнды. Сол қалған 60 биткойнды ол 69 бағамен сатып алмайды, өйткені оған тиімсіз. Ол тиімсіз екенін түсінеді де, ол примерно осы бағаға, немесе де ол толық жабылуға қайтадан осы бағаға қояды. Осы жерге ол ордерға 60 биткойнды сатып алуға қояды. BTS дегеніміз дұрысқан жоқ. 60 биткойнды сатып алуға қояды. Основной логика түсінікті. 30 BTS-ті, яғни 30 биткойнды сатып алуға қояды. 60 биткойнды яғни айтқанда. Сосын қараңыздар, мына жерде нарық қалай жұмыс етеді. Ол мына жерде көріп тұр. Белгілі бір адам 60 биткойнды осындай бағамен сатып алуға қойылды. Нарық осыған қалай итермелейді. Өйткені оған осындай қаражаттағы үлкен суммалық ақшаны сатып алуға тиімді ғой. Осыған қарай итермелеп жүреді.
немесе де бұл адам мына жерде түбінде емес бастапқы бағамен, ол мына жерде ортасына қоюы мүмкін мына жерге. Мысалы бірінші имбаланстың ол осындай бағамен сатып алуға дайын деп қоюы мүмкін. И нарық сол жаққа дейін барады да, осы 60 ордерде тұрған 60 биткоинді сатып алады да, и ары қарай рынок жоғары қарай кетеді. Себебі ол нарықта қайтадан көбейді, и қайтадан көбейген кезде ол бағаны үстіге қарай итермелейді. Сол үстіге қарай итермелеген кезде ол примерно мына жерге келеді, мысалы осы жерге келеді, и сол сатып алған адам немесе де басқандай бір үлкен игрок десем де болады. Ол осы жердегі көреді, баға осы мәреге дейін жетті, осы мәреге дейін жеткен кезде ол осы жерден ордер на продажу қояды. Яғни оған тиімді, бағаның өзінің прибылін фиксировать етеді. Нарықта қайтадан биткоин көбейткеннен ол баға қайтадан астына қарай түседі. И көбінесе психологиялық жағдай бойынша көбінесе адамдар нарықтағы бағаның түсіп жатқанын көреді, и олар қайтадан сатуға кетеді. Мына жер сіздерге түсінікті деп ойлаймын. И бұл жерде мысалға трейдерлар қалай ақша табады? Мысалға сіздер көріп отырсыздар, белгілі бір кезіндегі бір адам алғанда, мына жерде қазір дневной таймфреймге қойық. Дневной таймфреймде ол бізде нақтылық түсінікті көрінеді. Қараңыздар. Мысалға мына жерде бір адам тұрды, 100 биткоинның ішінен тек қана 50 биткоин ғана сатылымға кетті. И мына жерде зона интереса дегеніміз, мына жерде белгілі бір ордерларға сатып алынбаған бағадағы кез келген альт монеталар болсын сатылымға ордер қояды. И нарық бұны білет, мына жерде ақша бар екенін. И ол ақшаға қарай итермелейді. Міне көріп отырғаныңыздай, ол белгілі бір уақыттан кейін қанша уақыт өтті, мына жерде қарастырсақ, примерно осы жерден 210 күннен кейін нарық қайтадан осы бағаға оралды. Қайтадан осы бағаға дейін оралып, өйткені мына жерде үлкен бағалы дегенде, мысалға мен пример алып отырмын, мысалға 60 биткоин, 50 биткоин деп. Мына жерде 50 мың биткоин болуы мүмкін, немесе 40 мың биткоин болуы мүмкін на ордер на покупку. И ол мына жерге келді, мына жерде бірақ имбалансы толық жапты да, қайтадан көтерілуге кетті. И қайтадан көтерілді, осы жерде сатып алған кезде, и мына жердегі адам өзінің бағасын қайтадан фиксация жасау үшін сатады да, немесе басқа адам сатады, ол қайтадан астына қарай кетеді. Осы жерде біз көріп отырғанымыздай, мысалы нарықтағы баға примерно мына зонада, біз осы зонада тұрмыз, осы зонада бағаның келе жатқанын көріп тұрмыз. И біз түсініп тұрмыз, мына жерде имбаланс бар екенін. Так, бір минут. Мына жерде имбаланс бар екенін түсініп тұрмыз. Осы жерде имбаланс бар екенін түсініп тұрғаннан кейін, так, былай алайық. И осы деген нарықтағы баға, ол мына жерге қарай келеді екенін біз қарастыра аламыз. Себебі неге? Өйткені мына жерде біз рынок осы жерге дейін барады, нарық осы жерге дейін барады. Өйткені ол жерде зона интереса, яғни айтқанда көптеген ордерлар тұр на покупку. И біз осы жерден көріп отырғанымыздай, осы жерде нарыққа шорт позицияға кіретін болсақ, біз мысалға осы жерде 13 күннің ішінде 15%-ді табыс көзін таба аламыз. Мына жер түсінікті деп ойлаймын. И қараңыздар, мына жер тағы да мен сіздерге қосымша сабақтармен көрсетіп айта кетейін, қалай біз алдыңға өткен сабақтармен қосып комбинация жасаймыз. Қарайық. Мысалы мына жерде біз тағы да имбаланс көріп тұрмыз, мынандай имбаланс. Мынандай үлкен имбаланс көріп тұрмыз. Мына жерде зона интереса бар. И біздің графигіміз мына жерде келе жатыр. И мына жерде көріп отырсаңыздай, мына жерде бізде белгілі бір мынандай линияны қазір сіздерге түсіндірем. Не себепті ол былай кеткен екенін. Инжектировать шкалу деп алатын болсақ, қараңыздар. Мына жерде бізде ту суреті сызылған болатын. Ту суреті ол бізде тағы бір, мысалға біздің торговлямызға қараған кездегі тағы бір плюс болып табылады. Мен сіздерге ана сабақта айтқан болатын, ол примерно мына аралықта, яғни да диапазонға жететін болса, бұл бізде тағы да бір флагтың бір плюс болып табылады. Тудың тағы бір плюс болып табылады. Флагты тапқандардың сол бір плюс, и
Одан кейінгі осы зонаның арасында келетін, яғни да 61% бен 80% арасында, яғни да 50% бен 78% арасында, 100 алып қойыппын ғой, кешірім өтінемін, 50% бен 78% арасына келген кезде, ол бізде флаг осы жерге міндетті түрде жетеді. Міндетті түрде дегенде, егер оған жететін болса, ол бізде флаг болып есептеледі екен. Ол тағы бір плюс. И А мен Б, С мен Д-ға былайша айтқанда ұқсас болып келеді. Мына жерде былайша айтқанда идеально келіп тұр екен. И осы жерден біз мына жерде шорт позицияға кіретін болсақ, шорт позицияға, не көріп отырғаныңызда шорт позицияға осы жерде Д нүктесіне кіретін болсақ, біз мынаның ағашын есептеп, тудың ағашын есептеп, мына жерге қойсақ, примерно. И мына жерде бізде тейк қоятын болсақ, біз осы жерге дейін келеді екеніне айта аламыз, өзіміздің стратегиямыз бойынша кіріп, и мына жерде мынаны қолдансақ, қараңыздар, длинная позиция, короткая позиция, яғни мына жерде есептеп, мынау сол біздің туымыздың түбі, біздің тейкіміз мына жерде соотношение, бізде риск 2:19-да. А егер имбалансқа дейін созатын болсақ, имбалансқа дейін, ол бізде соотношение 2:57. Яғни да ол мына жерге дейін келеді деп біз өзіміздің нарықтағы стоп-лоссымызды қойып, және де тейк профитімізді қойып, нарыққа кірсек болар еді. Ол бізде тағы да плюс. Біз мына жерге ғана емес, біз мына жерге дейін есептей аламыз, себебі мына жерде бізде зона интересі бар, яғни да имбаланс бар деген сөз. Мына жер түсінікті деп ойлаймын. Имбаланс ол бізде тағы бір қосымша плюс береді, что баға сол жерге дейін келеді, уақыт өте келе. Себебі ол жерде көптеген нарықтағы адамдардың қызығушылықтары бар, яғни да ол жерде сатып алынмай қалған ордерлар бар деген сөз. Және айта кеткендей, күнделікті өмірдегі былай сіздерге келтірейін. Мысалға нарыққа сіздер келесіздер, базарға келесіздер, и сіз 100 килограмм алма алғыларыңыз келеді. Немесе де кезген 100 килограмм басқандай нәрсе, 100 килограмм алтын, алма деп ала берейік, 100 килограмм алма. Бірақ нарықта 30 килограмм ғана алма тұр. Немесе де 40 килограмм ғана алма тұр. Сіз 30-40 килограмм алманы өзіңізге тиімді бағамен сатып аласыз, и сатып алғаннан кейін кезде спрос, яғни базарда алмаға деген спрос өте жоғарылап кетеді. Өйткені алма қалмайды базарда. И одан кейін басқандай сатушылар бағаны көтереді. Өйткені спрос бар ғой, неге бағаны көтермеске. И бағаны көтергеннен кейін сіз ойлайсыз, не себепті мен бұны осындай бағамен сатып алу керекпін. И сіз сатушыға айтып кетесіз, егер осындай бағамен тағы да алма пайда болатын болса, мен бұларды сатып аламын, 60 килограмм алма сатып аламын. И көбінесе ол бағаны көтерген адамдар басқалар естиді де, и сол бағаға түсіреді. Өйткені оларға осындай бағамен сатып жіберу тиімді, үлкен объемды үлкен объемдағы алманы сатқан кезде олардың прибыльдары көбірек болады. Мына жерде сол сияқты имбаланс солай жұмыс істейді. Ол жерде ештеңе болмаған дегенде зона интересі болады, зона интересіға сол нарық ұмтылады. Қысқа осы. Егер де сұрақтарыңыз болып жатса, осы біздің YouTube арнадағы комментарийға жазып кетсеңіздер болады, немесе Телеграмды көріп отырсаңыздар, Телеграмға комментарийға жазып, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Біз жауап береміз. Немесе де тақырып қатты қиын емес. Осы тақырыпқа кіріп, қайтадан видеороликті қарасаңыздар, бүкілі түсінікті болады деді ойдамын. Назарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта сіздермен кездескенше.